Сәлем достар, IT Универ ұйымының келесі сабағына қош келдіңіздер. Және көріп отқандай, бүгінгі сабақта CompTIA жазуын көріп отырсыздар. Достар, біз осы келесі сабақтарда осы CompTIA ұйымының ұсынып отырған сертификаттармен танысуды бастаймыз. Және бізде бірінші мәселе, яғни мен бірнеше слайдтар дайындап қойдым. Олай болса, осы слайдтармен танысуды бастайық. Енді бірден сұрақ туындауы мүмкін сізде CompTIA деген не? Олай болса мен оған арнайы слайд дайындап қазір танысамыз. Және бірден айта кететін жайт, бүгінгі осы алғашқы екі сабақ CompTIA ұйымы және осы компанияның сертификаттарымен танысу. Одан кейінгі слайдта біз CompTIA ұйымының сертификатының A+ деп аталатын сертификатының алғашқы кіріспесімен жалғастырамыз. Олай болса кірісейік. Сабақ жайында қысқаша ақпарат беріп кететін болсам, алдағы сабақтар сериясы, яғни осы дәл айта кететін болсам CompTIA A+ сертификатына қатысты сабақтар сериясы бұл IT саласына қызығушылығы бар барлық оқушыларға арналады. Сондай-ақ болашақта IT маман боламын деген оқушылар болса, осы оқушылар көрермендер негізгі аудитория болып саналады. Сондай-ақ айтым келетіні, мысалы IT саласына қызығушылығы бар және де IT саласында білім алып, осы IT саласындағы заманауи технологиялар мен терминологиялармен танысқысы келетін оқушылар болса, бұл сабақтың осы көрермендерге де пайдасы тиеді деген ойдамын. Жалпы айта кететін болсам, бұл сабақтар сериясы, жалпы CompTIA A+ сериясы бұл өте бастапқы деңгей, қадам басушы IT саласына жаңадан келген мамандарға арналып жасалған. Сондай-ақ, ал енді сізде менен не талап етеді деген сұрақ туындайтын болса, онда ең қарапайым талаптар, яғни IT саласында бастапқы кішкене хабарыңыз болса болды, яғни сіз компьютер деген не, сондай-ақ интернетпен жұмыс жасауды білсеңіз. Жалпы бүгінгі таңдағы жастардың көбісі осы технологиялармен жалпы IT саласында кішкене хабары бар болып келеді. Яғни қолдарыңызда ұялы телефон, планшет, сондай-ақ күнделікті өмірде де IT-ға қатысты көптеген мағлұматтар, технологияларды қолданасыздар деген ойдамын. Сондай-ақ сіздерде интернетке қолжетімділік болса, яғни қолдарыңызда интернет болса, және де бастапқы деңгейде ағылшын тілін білсеңіздер, ол сізге өте үлкен көмегі болады. Сондай-ақ әрине сіздің осы салада қызығушылығыңыз және осы сабаққа бөлетін уақытыңыз ол әрине шарт. Енді сіздердің кейбіреулеріңізде сұрақ туындайтын болса, неге осы CompTIA мен бастаймыз, жалпы CompTIA деген не деген сұрақ туындайтын болса, онда мен айта кетейін, CompTIA бұл IT саласында кәсіби сертификаттар беретін ұжым болып саналады, және біз оның Википедия парақшасына кетейік, яғни мен ағылшын тіліндегі парақшасын ашайын. Қарап отқандарыңыздай, CompTIA бұл Computing Technology Industry Association дейді, яғни бұл қысқаша CompTIA деп аталынады екен, және мына жерде жазылған мағлұматты мен қазақ тіліне аудардым. CompTIA бұл IT саласындағы көшбасшылар қатарындағы топ сауда бірлестіктерінің бірі ретінде танымал, және бұл ұйымның басты айналысатын, яғни шаруасы осы IT саласында ақпараттарды, технологияларды бүгінгі заманауи даму үрдісін бүкіл әлемге таныстыру және оны жарнамалау десек те болады. Және бір жерде, және мына ағылшын тіліндегі мағлұматқа қарасаңыздар, non-profit деп жазылған екен, яғни бұл ұйымның басты мақсаты, былайша айтқанда, коммерциялық ұйым болып саналмайды. Бұл ұйымның басты мақсаты табыс табу емес, бұл ұйымның көздеген мақсаты кішкене өзгеше болып келеді. Әрине, қазіргі таңда табыс деген ол кез келген ұйым үшін өте маңызды екені белгілі. Алайда білсеңіздер, осы non-profit, яғни коммерциялық емес ұйымдар Америка құрама штаттарында, сондай-ақ көптеген басқа да мемлекеттерде жиі кездесіп жатады. Және де бұл ұйым Trade Association дейді, яғни Trade Association деп отырғанымыз бұл сауда бірлестігі. Оның өзінің де бір шын айтқанда өте бір маңызды беретін ақпараты бар. Яғни Trade Association дегенді қарасаңыздар, ол өзге де Industry Trade Group, Business Association, Sector Association, Industry Body, яғни бірнеше басқаша атауы бар екенін байқап отырсыздар. Алайда ең басты бізді қызықтыратыны бұл жерде келесі мағлұмат. Яғни Trade Association дегеніміз бұндай ұйымдар дейді. Осы салада жұмыс жасайтын бизнестер, үлкен ұйымдар қолдайтын
және олар қаржыландыратын ұйым болып саналады. Яғни CompTIA компаниясы, CompTIA ұжымы осы IT саласындағы өте ірі үлкен компанияларды жарнамалап, сондай-ақ олармен бірлесе отырып жұмыс жасайды. Және осы компаниялар CompTIA ұйымын қолдап, оны бір жағынан қаражаттандырады десек те болады. CompTIA туралы әрине оның өзінің ресми сайтына барып, сол жерден қарастырсақ өте жақын танысамыз деген ойдамын. Яғни CompTIA. Және әрине бұл жерде бірінші парақшада көретініміз енді өзінің жарнамалық ақпараттары, және бірден көретініміз бұл сертификаттары. Одан кейін бұл жерде біз туралы деген мағлұматтарға көшетін болсақ, осы CompTIA туралы кішкене ақпарат аламыз. Және бұл жерде көретініміз CompTIA компаниясы бұл әлемдегі ең үлкен, яғни алдыңғы қатардағы тек ұйымдарының бірі деп жазған екен. Және біз тек қана ойлау лидерлері емес, сондай-ақ біз яғни action дейді, біз қолға алып жұмыспен істеп барлығын дәлелдейміз дейді. Және көріп отқандарыңыздай, осы IT мамандардың, профессионалдардың ұйымы ретінде осы CompTIA компаниясының ең басты жұмыстарының бірі ол сертификатталау бағдарламалары. Сондай-ақ бүгінгі заманауи IT саласындағы зерттеулер, сондай-ақ біздің ұйымдарымыз, яғни біздің комьюнити дейді, біздің қоғамдастық дейді, сондай-ақ консулдар, сонымен ешқандай әлемде теңдесі келмес IT саласындағы стандарт болып саналатын біздің жалпы бағдарламалар мен сертификатталау. Және де айтады, біз осы болашақ мамандарды, жалпы болашақ IT саласын дамытуға, білім беруге күндіз түні жалпы еңбек етеміз дейді. Яғни CompTIA компаниясы осы IT саласында еңбек етіп, сертификаттау, оны жарнамалау, дамыту мақсатында жұмыс жасайды екен. Енді бұл жерден тағы не көре аламыз? Мен слайдқа қайта келейін, және бұл жерде жаңағы осы компанияның кішкене тарихы туралы мағлұмат берілген екен. Біздің тарих деген парақшасын қарайтын болсақ, CompTIA бұл бүгінгі әлемдегі, яғни 5 триллион долларға бағаланатын информация технологиясы, яғни ақпараттар технологиясы экосистемасы. Сондай-ақ 5 миллион осы салада жұмыс жасайтын мамандарды біз қолдаймыз дейді. Оларды біз жарнамалаймыз, жалпы оларды біз басын біріктіруге, осы технологияны ары қарай дамытуға, әлемдегі жалпы IT саласын жетілдіруге біз барлық күш жігерімізді салудамыз дейді. Және біз оны қалай іске асырамыз деген сұраққа келетін болсақ, бұл жерде біз білім береміз дейді, жаңа тренинг өткіземіз дейді, біздің сертификациялау бағдарламалары бар дейді. Біз осыны жалпы осы IT саласын қолдаймыз, филантропия, осы маркетті біз әрқашанда зерттеп отырамыз дейді. Сондай-ақ осы CompTIA IT саласының, индустрияның өсуін, сондай-ақ жоғары деңгейдегі мамандарды әзірлеу, және де осы IT саласындағы инновацияның дамуы, жалпы технологияның дамуына барлық күш жігеріміз саламыз дейді. Жарайды, олай болса өте тамаша. Енді көріп отырғандарыңыздай, осы жерде CompTIA ұйымының кішкене офисінің суреті берілген екен. Және кішкене төмен қарай түсетін болсақ, осы CompTIA компаниясының құрылуы және де оның белгілі бір кезеңдерде жеткен табыстарын жылмен келтірген екен. Көріп отырсаңыздар, CompTIA компаниясы 1982 жылы құрылған екен, яғни 40 жылдай уақыт болған екен, тарихы өте үлкен. Енді оны сіздер өздеріңіз танысасыздар деген ойдамын. Яғни CompTIA ұйымы бұл сертификат береді, білім береді, IT саласында жалпы қызмет жасайтын ұйым. Енді осы компанияның бізді қызықтырып отырған әрине сертификаттары. Олай болса ресми сайтына барайық және сертификаттарымен танысайық. Бұл жерден көретініміз CompTIA сертификаттары дейді, және CompTIA компаниясы ұйымы 4 саладағы IT сертификаттау жолы бар дейді. Және оның ең алғашқысы бастапқы деңгейден басталса, ең жоғарғысы әрине эксперт, өте үлкен жоғары деңгейдегі маман дейді. Олай болса кішкене төмен түсейік, және бірінші көретініміз бұл жерде CompTIA IT Fundamentals. Яғни бұл ең алғашқы деңгейдегі IT саласындағы ең қарапайым сұрақтарды, ең қарапайым терминологияларды, жалпы концепцияларды қарастыратын бастапқы деңгейдегі сертификациялау болып саналады. Яғни біз бұл жерде деталін көру үшін мен келесі парақшада ашайын. Және қараңыздар, CompTIA IT Fundamentals, яғни бүгінгі таңдағы емтиханның коды бұл FCO немесе 0, U61 екен. Мына жерде қайсы 0 немесе O екен, мен шын айтсам қарамаппын. Енді бұл жерде достар, білесіздер ме, ITF+, бұл өте бастапқы деңгейдегі сертификаттау болып саналады, және көп жағдайда бұны сертификат алған мамандар, сондай осы жердегі білім деңгейі ол өте бастауыш деңгей болып саналады. Және бұл сертификатта қарастырылатын сұрақтардың өте
кең ауқымды екенін байқаймыз. Сондай-ақ бұл сертификат, яғни бұл экзам 123 ақш құрама штаттарының доллары тұрады екен. Бұл біздің ақшаға шаққанда жобамен 50 мың теңге көлемінде. Енді бізді қызықтырып отырғаны бұл бастапқы деңгейдегі сертификат емес, бізді қызықтырып отырғаны CompTIA A+, және неге деген сұрақ туындайтын болса, мен сіздерге айтайын. CompTIA A+ осы IT Fundamentals, яғни бастапқы деңгейдегі қарастырылатын сұрақтардың барлығын қамтиды, және оны тереңірек жоғары деңгейде, яғни болашақ IT мамандарға арнап жасақтаған. Яғни сіз кішкене осы IT саласында қарапайым ұғымдарды, қарапайым мәселелерді білсеңіз, онда бірден осы CompTIA A+ сертификатымен бастасаңыз болады. Және осы слайдта мен бір сұрақ, мына жерде CompTIA компаниясы өзінің өте құрметтейтін, яғни Hall of Fame дейді. Осы IT саласында еңбек сіңірген өте белді азаматтарды атап өткен екен. Осы парақшаға келіп, өздеріңізде таныстыруларыңызды сұранамын. Яғни бұл жерде көріп отқандарыңыз, осы IT саласында өте зор еңбек сіңірген, IT саласында өздерінің ізін қалдырған азаматтарды келтірген, және олардың қандай еңбек сіңіргені, не істегені туралы ақпарат берілген. Яғни кез келген маманды, кез келген осы жердегі тұлғаның үстінен басатын болсаңыздар, осы тұлға туралы ақпарат алып, және оның IT саласына сіңірген еңбегімен таныссаңыздар болады. Енді бізге барлығымызға таныс, мына жерде көріп отқандарыңыздай Билл Гейтс тұр, сондай-ақ басқа да кез келген маман, яғни мына жерде мысалы Бенджамин Роусон дейді, және де бұл кісі не істеді дейді, көріп отқандарыңыздай Стив Возняк. Яғни бұл жерде осы IT саласындағы өте танымал, өте құрметті азаматтарды келтірген екен. Енді бізді қызықтырып отырғаны CompTIA A+, олай болса біз осы A+ сертификаты туралы танысайық және қарастырайық. Және бұл жерде көретініміз CompTIA A+ сертификаты бұл IT саласында мансап құруға, яғни IT саласында қызмет етуге, жұмыс істеуге жоспарлап отырған мамандарға жол ашатын салалық стандарт деп жазылған екен. Және біз ресми сайтына келейік, CompTIA A+, осы сертификаттың үстінен басамыз, және оқимыз. A+ бұл IT саласындағы бастапқы нүкте болып саналады дейді. Және бұл сертификатта сіздің IT саласындағы шеберлігіңізді, сондай-ақ біліміңізді тестілеу, яғни бағалау жөнінде білеміз дейді. Енді осы сертификат туралы толығырақ ақпарат алайық. CompTIA A+ бүгінгі таңдағы экзам кодтары, емтихан кодтары көріп отырғандарыңыздай 220.001, 220.102. Яғни Core Series деп аталынады екен. Бұл түп нұсқа, түпкі сериялары. Және мына жерде берілген мағлұматты мен қазақ тіліне аударып қойдым. Олай болса танысайық. CompTIA A+ сертификатталған профессионал IT тапсырмалар мен IT мәселелерді шешуші дәлелденген маман дейді. Яғни сіз осы сертификатты алатын болсаңыз, бастапқы деңгейдегі IT тапсырмалар мен IT мәселелерді шешесіз. Сондай-ақ олар қазіргі заманауи негізгі технологияларды біледі дейді. Мысалы қауіпсіздік, cloud computing, сондай-ақ деректерді басқару және тағы басқа бүгінгі таңдағы барлық технологияларды бастапқы деңгейде қамтиды. Және осы сертификатта сізден осы 9 саланы, 9 шеберлікті барлығын қарастырамыз, және сіз оны игересіз дейді, және біз оны бағалаймыз дейді. Яғни бұл жерде осы компьютер саласындағы hardware, яғни аппараттық жабдықтауы, сондай-ақ операциялық жүйелер, бағдарламалардағы ақаулықтарды табу және оны жөндеу, қалпына келтіру, networking деп отырғаны бұл желі саласында, аппараттық жабдықтардағы ақаулықтарды табу және оны жөндеу, сондай-ақ желі саласындағы туындаған ақаулықтарды танысу дейді. Security, яғни бұл қауіпсіздік, мобильді құрылғылар, виртуализация және cloud computing және operational procedures дейді, яғни операциялық процедуралар, яғни осындай 9 бастапқы IT саласындағы тармақтарды қамтиды. Енді кішкене төмен түсетін болсақ, A+ сертификатын қолданатын мынандай компаниялар бар дейді. Мысалы Intel, Nissan, HP, Dell. Осы компаниялар A+-ты бағалайды және оны қолданады дейді. Жарайды, олай болса, сондай-ақ CompTIA A+ сертификатын алу арқылы сіз мысалы мынандай мамандықтарды
болашақта жұмысқа орналасуыңыз мүмкін дейді. Яғни сіз ол мысалы helpdesk маманы, сондай-ақ администратордың көмекшісі болуыңыз мүмкін, сондай-ақ техникалық көмек көрсететін маман. Яғни осы кез келген ұйымда IT саласында, яғни көмек көрсететін, бастапқы қолдау жасайтын IT маман ретінде жұмысқа орналасасыз дейді. Экзамның кішкене детальдарына келетін болсақ, бұл жаңа біз қарастырған кодтары, және де 2019 жылы қаңтар айының 15-іне осы экзамен енгізілді дейді. Экзамның қысқаша сипаттамасы берілген екен. Және бұл жерде сізге 90 сұрақ беріледі дейді. 90 минутта жауап беруіңіз керек. Және де осы емтиханнан өту балы, ол мысалы 900 максималды ұпай болса, соның 675 болады дейді біріншісінде. Екіншісінде 900-ден мысалы 700 алуыңыз қажет. Және осы IT саласында рекомендация жасалған екен. Мысалы 9-12 ай арасында жұмыс жасасаңыз, немесе лаборатория, яғни тәжірибе жұмыстарын жүргізген болсаңыз, онда сізге көмегі үлкен болады дейді. Қазіргі таңда емтихан ағылшын тілінде, неміс, жапон, португал, тай, испан тілдерінде бар екен. Әрине көп жағдайда ағылшын тілінде тапсырып жатамыз. Енді өкінішке орай бізде орыс тілінде немесе қазақ тілінде бұл емтихан әзірге жоқ екен. Және бұл емтиханның құны көріп отырғандарыңызда $226. Енді кішкене төмен түсетін болсақ, тағы да осы емтихан туралы мағлұмат берілген. Одан соң бізді басты қызықтыратыны бұл жерде экзаменге дайындық, яғни емтиханға дайындалу мәселесі. Достар, тағы айта кететін бір жайт, бұл жерде сіздерге сертификатты емтиханды тапсырып, және сертификатты алу ол өте маңызды емес. Яғни сіздерге бұл жерде ең бастысы білімді алу. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін әрине уақыт бөлеміз, және емтиханға дайындық ретінде бізге мысалы кітап, интернет, YouTube, яғни осының барлығы көмектеседі. A+ сертификатына арналған кітаптардың тізімі тағы да ресми сайтында келтірілген. Оны өздеріңіз интернеттен іздесеңіздер таба аласыздар, яғни comptia.org training books деген бөлшегіне, тармағына кірсеңіздер, төмен қарай түссек, осы Comptia A+ға арналған барлық сертификаттау кітаптарын көреміз. Алайда мен сіздерге өзімнің атымнан кеңес беретін, оқуға және сатып алуға кеңес беретін кітап болатын болса, ол осы Amazonнан қараймыз. Және ол көріп отырғандарыңыздай, осы A+ сертификатындағы ең кең сатылатын, нөмірі 1 болып саналатын Майк Мейерстің Comptia A+ сертификациясы барлығы бір кітапта деп аталынатын кітабы, және осы кітап өте тамаша деңгейде жазылған. Осы кітапты мүмкін болса орыс тілінде немесе ағылшын тілінде алып оқысаңыздар болады. Өкінішке орай әрине қазақ тілінде бұл кітапты табу мүмкін емес деп ойлаймын. Алайда ағылшын немесе орыс тілінде оқысаңыздар болады. Сондай-ақ бүгінгі таңда интернет торабында өте ақпараттың көп екенін айту керек. Оның ішінде қарапайым Википедия, сондай-ақ блог-посттар, немесе басқа да мақалалар, және де YouTube'та да осы IT саласында қазіргі таңда көптеген сабақтар кездесіп жатады. Соның ішінде мен сіздерге өзім ұсынатын, мысалы профессор Мессер деп аталынатын кісі осы Comptia саласында өте көптеген сабақтар жүргізеді. Мысалы сіздер қазір іздесеңіздер, міне мына оқытушы осы Comptia саласында көптеген сабақтарды өзінің арнасында жүктеген. Әрине бұл ағылшын тілінде, және көбіңіз маған күліп бір жағынан сұрақпен қарап отырған шығарсыздар. Кешіріңіз, біз ағылшын тілінде қалайша әзірге біліміміз жоқ, немесе ағылшын тілін әзірге жетік меңгермегенбіз деген сұрақ туындайтын болса, онда мен сіздерге бұрынғы сабақтарда айтқандай, ағылшын тілі бұл IT саласындағы болашақ жоғары деңгейде маман болам деген кез келген тұлға үшін өте маңызды. Сондай-ақ менің болашақта осы Comptia A+ сертификатын, яғни қаралатын мәселелердің барлығын қарастырамыз келесі сабақтарда. Олай болса, менің де YouTube каналымды қарап, берілген ақпараттармен таныссаңыздар болады. Және де бұл тестті мысалы кейбіреулеріңіз тапсырам деген сұрақ туындайтын болса, әрине бүкіл әлемдік үлкен Pearson VUE деп аталынатын ұйым осы емтихандарды қабылдайды, және Қазақстанда осы Pearson VUE компаниясының филиалдары немесе әріптестері деп айтсақ болады, өте көп екенін айта аламын. Және де осы Pearson VUE сайтына тіркеліңіз, және Қазақстанда осы емтиханды қабылдайтын ұйымдарды тапсаңыз болады. Олай болса, достар, мен сіздерге айта кетейін, енді болашақта алда осы Comptia A+ сертификатын біз жақсылап қарастырамыз, және осы жердегі берілген мағлұматтармен кеңінен танысуға тырысамыз. Олай болса, мен сіздерді келесі сабақта күтемін.